Bir сұрақ келіпті. Алейкум салам рахматулла. Үйленгелі біраз жыл болды дейді. Арамызда бала жоқ. Дегенмен әйелімді ренжіткім келмейді. Әйеліме айтпай екінші әйел алсам қалай болады дейді. Қалай ойлайсыздар жауабын? Алсын ба, алмасын ба? Ау? Ала берсін дейді. Бауырым ала бер деп жатыр. Құрметті бауырлар, мына нәрсе ғой. Бұл перзент мәселесіне бұлар тақалып тұрған болса, ол 4 әйел алса да Алла бермеймін десе бермейді. Өткен бар, Алла тағала айтады, біз қалаған пендемізге ұл бала береміз. Қалаған пендемізге қыз бала қылып береміз. Қалаған пендемізге қосақтап береміз дейді. Егіз ғой енді. Қалаған пендемізді бедеу қылып мүлдем бермейміз дейді. Құранда осындай аят бар. Енді перзент үшін деп айтылмай-ақ қойсын бұл жерде, бірақ жаңағыдай соған келіп тіреліп, сондай себебі сондай болып дәрігерлердің анықталып жатқан болса, әйелімен дұрыстап мәміле қылып, өте дұрыс сұрақ қойып жатыр. Әйелімді ренжіткім келмейді деген сөз ұнап қалды. Бұл әйелді ренжітуге болмайды. Өте Алланың берген аманаты ол. Бірақ жолдары бар екен. Әйелімен дұрыстап мәміле қылсын. Жаңа күніге 21 мың сөзін мәміле қылып жүрген болса, ол әйелді түсінеді ол иншалла. Себебі шынымен сондай болып дәлелденіп тұрған болса, ол шариғатымызда бар нәрсе, біздің ата-бабаларымызда ондай бар нәрсе, оны ешкім жоққа шығаруға болмайды. Бірақ одан бұрын жаңа бауырымызға айтарымыз, жаңа айттық қой, шариғат неше неден тұрады дедік? 4 топқа бөлінеді дедік шариғат. Ғибадат, кейін муамалат, кейін никахат, неке мәселесі, кейін жинаят. Осы неке бабында ахуал шахсия деген кітап бар. Яғни ерлі зайыптардың арасындағы мәселені талқылайтын кітап ол. Соны оқып алуға кеңес берем. Өткен жылы бір қалада бір бауырымыз келіпті. Жақсы үлкен демен менен. Қабеке жеңгең рұқсат етті, екіншісін ала бер деп айтты. Соған не кеңес бересің деп келіпті мен алыма. Кейін жаңғысы береке дедім, алу керек деген нәрсені жазып қойыңыз үлкен әріппен, тұра берсін дедім ол, пока. Алу керек. Бірақ оған дейін жаңағыдай ахуал шахсия деген кітап бар. Сіз соны оқып алыңыз. Бәрін, несін бәрін түсініп алыңыз десем, ол не нәрсе ол дейді. Түсінбей тұр анакс. Кейін аға сізге былай түсіндірейін оны дедім. Сіз қазір қолыңызда праваңыз жоқ, машина аламын деп сауып жүрсіз деймін. Машина салонын алайын ба, базарын алайын ба деп. Бірінші праваны оқып алыңыз. Сатып алмаңыз дедім. Праваны оқып алыңыз. Қай жерде тоқтау керек, қай жерде главный, не істеу керек, бәрін үйретеді ғой правиланы. Сол правиланы алғаннан кейін барып, машинеге әрекет қылыңыз. Дұрыс па? Адамдар права алмай, машина сатып алмайды ғой енді. Жүргізе алмайды машинаны. Ойбай, ақшам міне Құдай берді, ал кеттік машина аламын деп шауып кетпейді ғой ешкім. Не істейді адам бірінші? Праваға жазылады, права оқиды неше айлап. Сөйтіп соны алады ресми. Одан кейін бар машинеге әрекет қылады. Дәл сол секілді бұл мәселеде сондай мәселе бауырлар. Ол қызы құзымен ала салу жақсы. Ой, әдемі екен деп көрінеді. Ары қарай одан кейін оның правиласы басталады. Қызыл жанған кезде тоқтайтын жерде білуің керексің. Жасыл жанған кезде газды басу керек екенін білуің керексің. Ол главныйда келатыр ма, сен главныйда келатсың ба, оны біліп тұруың керексің сен. Соның бәрін анықтап алу керек. Одан кейін барып, жаңа бауырымыз иншалла әйелімен, бәйбішесімен ақылдасып алатын болса, иншалла нұр үстіне нұр болады. Ал ешқандай оны жолын, несін білместен алатын болса, ол ұзаққа бармауы мүмкін. Әйелі басына түсінгенімен, кейін бұл әділдік қыла алмастан, сөйтіп, екі кеменің ортасында қалып, суда батып кетпеу керек. Екіншіден, оны әйелді ренжіп кетіп қалмау керек. Мұсылман адам біреуді жақсылығын жіберіп, біреу жарылқамайды. Мұсылман адам өзінің несін кеңейтеді дейді. Мысалы, жер үйіңіз болса, жаңыңыздағы көршіңіз үйін сатайын деп жатыр. Енді тұрып жатқан үйіңді сатып көршің үйін алмайсың ғой сен. Не істейсіз? Көршіңізді сатып алып не істейсіз? Ортада заборды алып тастайсың да кеңейтесіз ғой аулаңызды. Солай ғой? Мұсылман адам сондай деп айтқан. Яғни өзіңіздің жақсылығыңызды, әйеліңіз жаныңызда жүру керек. Сөйтіп жаңағыдай басқаларды жарылқап, өзіңіздің шеңберіңізді кеңейтсеңіз болады екен. Бұл жайында имамдармен көбірек кеңес беретін жаңа бауырыма, бұл өте сондай мәселе.
жай мәселе емес. Иншалла жаңағыдай түсінікпен болатын болса, әрине шариғат бойынша болады.